Бескрайние просторы казахской степи всегда привлекали своим величием и таинством. Шло время, менялся быт, люди. Ровно 60 лет назад в бескрайних степях Казахстана был вбит первый колышек, ознаменовавший рождение нового города, любимого города Аркалыка. Город рос, развивался, выстраивая современные архитектурные строения для жизни современного человека, не подозревая о соседстве древних архитектурных мегаполисов, возраст которых насчитывает от 2 до 10 тысяч лет. История появления геоглифов в Тургайском прогибе, сложенных в правильную геометрическую форму, и сегодня для многих остается загадкой. Только с высоты птичьего полета можно рассмотреть их величие и монументальность. Арқалық өңірінде өткен ғасырдан сыр шертетін көне қалалар өте көп. Квадрокоптермен қарағанда бірнеше жүздеген шақырымға шашыла орналасқан шеңбер, қайық пішіндес ерекше үйінділер мен құрылыстарды байқауға болады. Оларға қарап, мұнда бір замандарда тіршілік болғандығын аңғаруға болады. Бұл жұмбақ көне қалалар туралы нақты дерек жоқ. Аманкелді ауданы Үрпек ауылының маңында ажал қайығы белгісі бар. Қайық тәріздес пішіндегі құмнан үйіліп қолдан жасалған нысана ұзындығы 189 метр, ал бас жағының ені 85 метр. Жалпы өзінің ені 40 метрді құрайды. Бұл белгі қызығушылық танытушылардың пайымдауынша, ажал қайығына қайтыс болған адамдардың мүрдесі ашық күйінде, етінен сүйегі ажырап, құрғап кепкенше қойылған. Қалған құрғақ сүйектерді ажал қайығынан алынып, молаға жерленген деген дерек бар. Ажал қайығын қай ғасырда кім жасақтағаны және қандай ұлтқа тиесілі екені анықталмаған. Жасалу жолы және ұзақ мерзімде өзгеріссіз сақталуы жұмбақ ғылыми зерттеуді қажет етеді. Қайықты тегіс жерде тұрып көлемін көру мүмкін емес. Пішінін тек биіктен ғана анық көруге болады. Арқалық, Аманкелді аудандарының территориясында әртүрлі көлемдегі құмнан үйіліп жасалған үлкен, кіші, әртүрлі дөңгелек пішінді белгілер бар. Дөңгелек пішіндердің сыртқы диаметрі 12 метр 40 сантиметр, ал ішкі шеңбердің диаметрі 7 метр 60 сантиметр. Шеңбердің ені 1,5 метрді құрайды. Бұл шеңберлердің нені білдіретіні, қай ғасырға тиесілі екендігі, жасалу технологиясы беймәлім. Жыл өткен сайын белгі қалпын еш өзгертпеген. Жұмбақ геоглифтер туралы ешқандай дерек жоқ. Ғаламтор бойынша әлем зерттеушілерінің үлкен қызығушылығын туғызып отыр. Ғылыми зерттеуді қажет етеді. Трискелион деп аталатын 3 айрық торғайлық ежелгі діни белгі Қостанай облысы Аманкелді ауданы Үрпек ауылында орналасқан. Геоглиф 3 сәуле шашып тұратын ежелгі діни белгілерден жасалған үйінділерден тұрады. Әр сәуленің ұшы сағат тіліне қарама қарсы бүктелген
ирек пішінмен аяқталған. Үйіндінің биіктігі 30 сантиметрде болады. Сәуленің ұзындығы 33 метр. Жалпы белгінің жалпақтығы 13-15 метрді құрайды. Ирек пішіннің ұзындығы 40-50 метр. Ені 5 және 6 метрдей болып қалады. Бүктелген бөліктердің ұзындығы 15-20 метр. Жұмбақ үйінді шеңбердің диаметрі 90 метрді құрайды. Құрылыстың қасында диаметрі 10-15 метр, биіктігі 20-30 сантиметр болатын шағын үйінділер бар. Нысанды сындырып алмау үшін жер қазу жұмыстарын өткізбеген. Аталмыш құрылысты саралай келе және белгілеріне қарап, біз қола дәуірі және орта ғасырдан жеткен деуге негіз бар екенін аңғардық. Арқалық өңірінің территориясында жүздеген шақырымға созылып жатқан жер жыртысы өте көп. Олардың ауқымдылығы таң қалдырады. Адам қолымен жасалған бұл түзілістерді жасауға қандай еңбек құралын қолданғаны белгісіз. Бірақ таң қалдыратыны еңбек құралының беріктігі мен алыптығы. Жер жыртыстары таңғажайып тәсілмен жасалған пішіндердің сан алуан түрлілігі адамды қайран қалдырады. Түрлі ою өрнектер, алуан түрлі геометриялық пішіндер, ерекше қызықты иірімдер, жыртылған жер қасында әртүрлі биіктегі дамбалар мен арықтар да бар. Бұл көрініске қарап отырып, жұмбақ бір әлемге тап болғандай күйге енесің. 2016 жылдың 15 қыркүйегінде 6,5 жыл бойы беймәлім жұмбақ болып келген нысанға бір күндік экспедиция жасалған еді. 2010 жылдың қыс айында геоглифтерді іздеу кезінде табылған нысан алғашында қорған сияқты көрінген. Бірақ бұл қорған болса 200 метрлік диаметрлі өлшемдері әсер қалдырған болатын. Экспедицияның мақсаты геоглифтерді аралау болса да, ұйымдастырушылардың жұмбақ нысанмен танысуға деген ұмтылысы, оны да экспедиция бағдарына қосуға түрткі болды. Ертеректе осы аймақта зерттеулердің нәтижесінде 25 қорған табылған болатын. Аталмыш жерге келген соң, біздің назарға ұзындығы 5 метр, ені 200 метрлік төмпешіктер көрінді. Бірнеше шағын тастар нысанды жауып қалған, ал жерден нысанның қалған бөліктері көрініп тұрды. Төмпешіктердің ортасы бос, тіпті жердің құнарлы қабаты да болмаған. Сондықтан құмдауық жердің үйінділері сырттай қарағанда екі құдық сынды көрініс береді. Сол себепті нысан торғайлық Стоунхендж деген атау алды. Егерде төмпешік табиғат құбылысы болса, діни мақсаттарға пайдаланған деген болжам бар. Перед молодым поколением сегодня встает задача изучить историю бескрайних степей родного края, сохранить ее и передать будущему поколению.